Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен динамиканың екінші сабағын өтеміз. Яғни бұл сабақта күштердің түрлері, ғарыштық жылдамдық және басқа да бір ғаламшарда бір еркін түсу үдеуі болады, соны қалай анықтаймыз. Яғни еркін түсу үдеуінің формуласымен танысатын боламыз. Ендеше кеттік. Так, бірінші танысатын нәрсе бізде центрге тартқыш күш, я болмаса бізде бұны үдемелі күш деп атайды. Себебі оның формуласында үдеу бар, иә? Центрге тартқыш үдеу бар. Яғни, мысалға, центрге тартқыш бұл өмірде бар, иә? Мынаны мысалға жер деп қарастырсақ, мына денені, и мынаны ай деп қарастырсақ. Екеуі не бір-біріне тартылады, не шығып кетпейді, мына орбитадан, дөңгелек орбитадан, не жерге тартылып, яғни жақындап кетпейді, иә? Бұның арасында яғни центрге тартқыш күш бар екен. Центрге тартқыш тартып тұрады, и центрден тепкіш күш оны теуіп тұрады. Екеуі 0 болады, сәйкесінше. Екеуінің қосындысы бізде 0-ге тең болады. Сондықтан ол не шығып кетпейді, не жерге тартылып кетпейді, иә? Әйтеуір бір орында тұрады. Былай айналып тұрады бір орынмен, шеңбер бойымен айналып қозғалып жүреді. Сондықтан бұл бізде осы шеңбер бойымен қозғалады. Түсінікті ғой. Енді оның анықталу формуласы бізде F тең ma. Мына жерде m деп отқанымыз бізде масса. Оны білесіңдер, иә, өткен сабақтан. Ал a деп отқанымыз үдеу, центрге тартқыш үдеу. Так, метр бөлінген секунд. Ой, не өкпет, метр бөлінген секунд квадрат. Так, надо сюда жібейінші. Ол метр ғой. Так, метр бөлінген секунд квадрат. Ал мына жерде F деп отқанымыз Ньютон ғой, оның өлшемі өткен сабақта айтқандай. Так, енді мына центрге тартқыш үдеудің қандай формуласы бар еді? A тең болады v квадрат бөлінген r деген формуласы бар ғой. Дәл осы формуланы үдеудің орнына апарып қойсақ, формуламыз былай өзгереді. F тең mv квадрат бөлінген r деп. Түсінікті ғой. Мына жерде ешқандай сиқыр пайда болған жоқ, тек апардық та қойдық. Сол кезде формуламыз былай өзгереді. И екінші формуласы бар бізде центрге тартқыш үдеудің, өткен сабақтан білесіңдер. Бұрыштық жылдамдықтың квадраты мен r, яғни a квадрат көбейтілген r. Екінші формуласына қойсақ, формуламыз былай өзгереді екен. Түсінікті ғой, барлығы бір формула, тек түрлендіріп жатырмыз. Так, енді алғашқы айтылған нәрсе түсінікті болса, кеттік ары қарай есеп шығарайық. Автомобиль 36 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады дейді. Оған 20 кН центрге тартқыш күш әсер ету үшін жолдың қисықтық радиусы қандай болу керек дейді. Автомобиль массасын беріп қойыпты. 2000 кг дейді. Мына жерден біз не түсіреміз? Еске түсіреміз. Центрге тартқыш үдеу ғой, жаңа m дейміз. И m-ны ашамыз. F тең мына центрге тартқыш үдеудің қандай формуласы бар еді? v квадрат бөлінген r деген формуласы бар. Енді мына жерден бізден нені тап деп жатыр? Қисықтық радиусы ғой, мына r-ді тап деп жатыр. Мына жерден r-ді тапсақ, формуламыз қалай болады? R тең. Так, mv болады, mv квадрат болады төбесінде. Так, бөлімінде бізде f болады ғой. Енді мына жерден мына формула қоя қоямыз, сонда есебіміз шыға қояды екен. R тең, так, массамыз бізде 2000 кг деді. 2000. Так, v-мыз бізде километр бөлінген сағатпен беріп тұр. Не істейміз? Метр бөлінген секундқа айналдырамыз. 36-ны метр бөлінген секундқа айналдырсақ, 10 метр бөлінген секунд шығады. Енді v квадрат деп тұр. Квадратты ұмытпаймыз. 10-ның квадраты бізде 100-ді береді. 100. Енді бөлу f, ол бізде 20 кН. Яғни 20 мың ғой. Жазып қойын. Енді қысқарандар қысқарады мына жерден. Так, былай қысқартайық. 2000 мен мынау қысқарады, мынаның 1 0 мен мынау қысқарады. Сонда қанша қалды? 10 қалды ғой. 10 метр. Есептің жауабы 10 метр болады екен. Кеттік, түсінікті болса, келесі есеп. Автобус бұрылу доғасының радиусы дейді 40 метр дейді. Яғни бізде не беріп қойған? Радиусын беріп қойған. Бұрылу доғасының радиусы 40 метр дейді. И қараңыз, 72 км бөлінген сағат беріп қойыпты. Жылдамдықты метр бөлінген секундқа айналдырамыз. 20 метр бөлінген секунд болады ғой. Так, v тең 20 метр бөлінген секунд. Так, енді массасын беріп қойыпты. Қанша дейді? 20 тонна. Яғни көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм болады. И оған әсер ететін центрге тартқыш күш дейді. Яғни F қой. Не істейміз? Жаңа бір формула ғой, соны бәрін айналдырып жатырмық бағанадан бері. F тең ma дейді формула. Мына жерден нені ашамыз? Үдеуді ашамыз әрине. F тең m көбейтілген. Қандай формуласы? v квадрат бөлінген r деген формуласы қоямыз. И мына жерде орнына қоямыз. Есеп шыға қояды. F тең массаның орнына 20 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Так, v-мыз бізде 20. И 20-ның квадраты бізде 400 береді. Ал r-мыз 40. И мына жерде қысқарады. 10 қалады.
онымен мына 3 дәрежесі көбейтіліп 5 дәреже болады. Сонда қанша болады? 5 дәреже мына 20-ның 1 нолымен 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі ньютон шығады. Түсінікті ғой? Все, кеттік келесі. Келесі бізде бүкіл әлемдік тартылыс заңы, яғни кез келген денеде бізде бүкіл әлемдік тартылыс заңы жүреді. Яғни мен мысалға отырмын, маған менімен мына ноутбуктың тартылыс күші бар, яғни екеуміздің арасында. Но бірақ қазір жерде бізде байқалмайды, себебі өте 0,00001 өте кіші сан шығып кетеді. Сондықтан ескермейді, екеуміздің арамыздағы бір күш ескермейді. Біз себебі жерге тартылдық, жердің массасы өте үлкен болғандықтан барлығымыз жерге қатысты тартылып тұрмыз. Мысалға, мына М1-ді жер деп қарастырсақ, мынаны күн деп қарастырсақ, екеуінің арасындағы тартылыс күші қандай болады деген сияқты анықтау үшін біз мына формуланы пайдаланады екенбіз. F тең, G деп отқанымыз гравитациялық тұрақты, ол бізде 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесіне тең. Бұны жаттап жүреміз. Так, M1 деп отқанымыз, M1, M2 деп отқанымыз, бұл жаңаға бірінші дененің массасы мен екінші дененің массасы, өлшем бірлігі килограмм, мұны білесіңдер. Ал мына R деп отқан, мына екі дененің арасындағы радиус, яғни мына дене мен центрінен мына дененің центріне дейінгі арақашықтық қой. Екеуінің арасында арақашықтықты R мен белгілейді екенбіз. Және соның квадратын ұмытпаймыз, да? Түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше осыған байланысты бір есеп шығарайық. Кеттік. Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе тартылыс күші қалай өзгереді деп жатыр. Все, кеттік. Бүкіл әлем тартылыс заңының формуласын жазамыз. F тең G M1 M2 бөлінген R квадрат, Бізде не деп тұр? Екі дене арасындағы арақашықтық, яғни мына R 3 еселенеді дейді. Қараңдар, былай болады қазір. Бүйтіп жазайыншы. F тең G қайтып жазайын. M1 M2 қара 3 еселенеді дейді. Яғни мына радиусты 3-ке көбейтеміз. 3 болады да, мынау R дейміз де, жақша қалып квадраттаймыз. Түсінікті ғой. Біз мына радиусты 3 еселендіріп жатырмыз. Сондықтан жақша қалып квадраттаймыз. Енді мына жерден бұл қалай өзгереді? F тең G M1 M2 3-тің квадраты бізде 9 болады, и R-дің квадраты R квадрат болады. Сонда не шықты бізде? Бөлімінен не шықты? 9 шықты, Бөлімінен 9 шыққандықтан бізде бастапқы күйінен 9 есе азаяды. Яғни 9 есе кемейді дейтін жауапты белгілейміз. Ол V вариантында тұр. Түсінікті ғой? Бөлімнен шығып тұр. Яғни бастапқы күй мынадай болса, и бізде ең соңғы күйінде бізде 9 пайда болады бөлімінде. Яғни F-іміз 9-ға кеміп тұр. Түсінікті ғой? Сондықтан біз V вариантын белгіледік. Все, кеттік келесі есеп. Так, массасы 16 тонна ғарыш кемесі, массасы 10 тонна орбиталық ғарыш бекетіне 40 метр арақашыққа жақындайды дейді. Олардың тартылыс күші дейді. Жаңа бүкіл әлемдік тартылыс күшін еске түсіреміз. G M1 M2 бөлінген R квадрат. Енді мына жерден не табамыз? Жаңа тартылыс күшін табамыз. F тең барлығын орнына қоя саламыз ғой. Бізде бүкіл әлемдік тартылыс гравитациялық тұрақты бізде 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі. Так, массамыз 10 тонна, 10 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болсын. Көбейтілген екінші масса бізде 16 тонна дейді. 16 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Так, радиусымыз бізде 40, 40-тың квадраты 1600 болады ғой. Енді мына 16 мен 1600 қысқарады. 100 қалады, 100, так, 2,0 мен қысқарып кетеді, 1 қалады, яғни 10-ның өзі қалсын. И мына жерде 10-ның 5 дәрежесі алды, 10-ның 5 дәрежесі алды. 10-ға 10-ды көйтсек енді 10-ның квадраты шығады, 10-ның квадратын 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 5 дәрежесін береді. Сонда бізде қанша шығады? 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі алады. 5 қой. Енді мына екеуі нешене береді? 6,67 көбейтілген 10-ның минус қанша? Минус 6 дәрежесін береді. Ньютон күшпен тартылады екен. Есеп түсінікті болса, кеттік. Біз келесі бірінші ғарыштық жылдамдықпен танысамыз. Енді бірінші ғарыштық жылдамдық деп отырғанымыз денені жердің орбитасына шығару үшін керекті ең минимал жылдамдық. Яғни, мына жерде бір зымыран тұрсын, сол зымыранды жердің орбитасына шығару үшін ең минимал мынадай жылдамдық керек болады екен. Яғни 7,9 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Ол дегеніміз жаңа 7900 метр бөлінген секунд қой. Сондай жылдамдық болу керек екен, жердің орбитасына шығару үшін. Жердің орбитасында
денеміз не құлап кетпейді жерге, не жердің орбитасынан шығып кетпейді, иә, әйтеуір бүйтіп айналып жүреді. Оның жердің орбитасында бізде нелер жүреді? Жерді анықтайтын құрылғылар жүреді ғой. Әлгі НАСАның құрылғылары бар, Россияның көптеген құрылғылары бар, Қазақстанда мысалға 2 зерттейтін құрылғы бар деген сияқты ғой. Сол құрылғылар бізде жердің орбитасында жүреді, иә, айналып. Сол бізде жердің орбитасында шеңбер бойымен қозғалады, қараңдар, шеңбер бойымен. Денеміз шеңбер бойымен қозғалады. И осы орбитаға шығару үшін айттым, бірінші ғарыштық жылдамдық керек болады. Яғни 7,9 көбейтілген оның 3 дәрежесі. И оны анықтау үшін мына формула керек болады. 2 формуласы бар. G, R деп отырмыз. Жаңа G дегеніміз еркін түсу үдеуі, жердің еркін түсу үдеуі. R деп отырмыз, мына жердің радиусы. Және екінші формуласы бар. Мына G деп отырмыз гравитациялық тұрақты. M деп отырғанымыз мына жер шарының массасы. Ал R деп отырғанымыз радиус, жаңа айтқандай. Все, түсінікті болса, кеттік. Келесі бізде екінші ғарыштық жылдамдық. Енді екінші ғарыштық жылдамдық денені жердің тартылыс аясынан шығару үшін керекті ең минимал жылдамдық. Яғни бағана орбитада тұрды, иә? Орбитадан біз шығарып жіберуіміз керекпіз. Енді ол жаңағы күннің орбитасынан шығады, иә? Жерден бүйтіп айналып, былай қозғалып, бүйтіп эллипс бойымен қозғалып, бүйтіп айналып, бүйтіп екінші ғарыштық жылдамдыққа шығып кетеді. Түсінікті ғой? Шыға алмай жүреді де, жылдамдығын арттыра береді, бүйтіп сопақ болып, яғни эллипс бойымен қозғалады. Айналып, екінші ғарыштық жылдамдыққа шығып келеді екен. Түсінікті ғой? Так, оған, яғни екінші ғарыштық жылдамдықтың анықтау формуласы метр, және екінші ғарыштық жылдамдық бізде 11,2 көбейтілген оның 3 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең болады екен. Так, оның анықтау формуласы жаңағы дәл бірінші ғарыштық жылдамдықпен бірдей метр, тек алдына не қосылған? 2 көбейтілген ғой, тек 2 көбейтілді. Түсінікті ғой? Так, кеттік. Келесі бізде үшінші ғарыштық жылдамдық. Денені күн жүйесінен шығару үшін керекті ең минимал жылдамдық. Яғни үшінші ғарыштық жылдамдық ол күннің айналу орбитасына шығарып жібереді, иә? Күн жүйесінен шығып кетеді денеміз, айналып. И ол денеміз парабола немесе гипербола бойымен қозғалады. И оның бізде анықтау формуласын бермейді, бұл мектепте, себебі ол өте күрделі. Тек не істейміз? Оның сандық мәнін біліп жүреміз. Оның сандық мәні бізде 16,6 көбейтілген оның 3 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең екен. Осындай 3 ғарыштық жылдамдық қарастырады екенбіз. Ендеше кеттік, есеп шығарайық. Егер айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 метр бөлінген секунд болса, ал айдың радиусы 1700 километр болса дейді, онда айдағы бірінші ғарыштық жылдамдықты тап деп жатыр. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың қандай формуласы бар еді? F1 тең төбір асты GR дейтін формуласы бар, иә? И осы жерден орнына қоямыз барлығын. G деп отқанымыз 1,16, R деп отқанымыз мына айдың радиусы 1700 кило деп тұр, қараңдар. Оның 3 дәрежесі кило дегеніміз. И осыны есептесеңдер, сендерде мына А варианты шығады. Яғни 1,65 километр бөлінген секунд. Негізі 1650 метр бөлінген секунд шығады. Но бірақ оның километрге айналдырамыз. Себебі барлық вариантыда бізде километр бөлінген секунд болып тұр. Оны километрге айналдырсаңдар 1,165 километр бөлінген секунд шығады. Түсінікті ғой? Все, кеттік. Келесі есеп жердің өз радиусында биіктіктегі бірінші ғарыштық жылдамдық дейді. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын еске түсіреміз. Төбір асты GR немесе қандай формуласы бар еді? Төбір асты GM бөлінген R деген формуласы бар, иә? Жердің массасы ғой. Енді қараңдар, есеп түсіндіріп берейін. Мынау жер болсын, иә? Жер болсын. Жерде белесетіндер. И осы жердің радиусы дейді. Центрінен жерге дейінгі бізде радиус болады, иә? Радиус. И не дейді? Жердің өз радиусында дейді, яғни биіктікте тұр екен. Жердің бетіне тұрған жоқ, ол жердің бетінен тағы өз радиусында биіктікте тұр. Яғни мынадай жерде тұр. Осы жердегі H пен R бірдей. Неге? Себебі екеуінің радиусында биіктікте тұр дейді. Түсінікті ғой, яғни R-дің жердің өз радиусында биіктікте отырғанымыз осы екеу бір-біріне тең деген сөз. Екеу тең. Енді біз не істейміз? Формуламыз қалай өзгереді? Яғни жердің үстінде тұрған жоқ, ол биіктікте тұрғандықтан H-ымыз қосылады. Түсінікті ғой. Енді мына жерден барлығын орнына қоямыз. Так, басқа басталайық. Тең болады, төбір асты дейік. G деп отқанымыз 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі. Көбейтілген жердің массасы бізде 6 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі. Ал
жердің радиусы бізде 6.400.000 болады, 400.000 метр болады. И қараңдар, плюс h, яғни тағы да 6.400.000 қосамыз. Неге? Себебі екеуі бірдей деп айттым, қоспай-ақ екеуге көбейте салсақ жеткілікті ғой. И осыны төбірасты алсақ, сендерде 5600 метр бөлінген секунд шығу керек. Осы вариант дұрыс болады. Түсінікті ғой? Все, кеттік онда. Келесі біз танысамыз ауырлық күшімен. Енді ауырлық күшін баршамыз білеміз, жер бетіне жақын орналасқан кез келген материалдық бөлшекке әсер ететін күш. Яғни жер бетінде барлық неге әсер етеді, денеге әсер етеді. Жердің бетіне жақын орналасқан кез келген денелерге әсер етеді. Яғни менде мына жерге тартылып тұр, мына столда жерге тартылып тұр, барлығы mg дейтін күшпен әсер етіп тұр екен. Мына жерде m деп отқанымыз бізде масса, яғни ойбай килограмм ғой, килограмм. Оның өлшемі біледі. Так, g деп отқанымыз метр бөлінген секунд қой, метр бөлінген секунд квадрат. Так, дұрыс жазайыншы мына жерде. Шатысып кеттік қой. Мына жер килограмм массаның өлшем бірлігі. Мынау бізде g-дің өлшем бірлігі. Енді g-дің формуласы, анықтау формуласы. Мына жерде g деп отқанымыз гравитациялық тұрақты, ол 6,67 көбейтілген оның минус 11 дәрежесіне тең. Ал m деп отқанымыз, үлкен m деп отқанымыз ол жердің массасы, яғни планетаның массасы. R деп отқан сол радиус, сол планетаның радиусының квадраты екен. Осы формуламен анықталады. Так, енді еркін түсу үдеуіне толықтай тоқтала кетейік. Яғни үш жағдаймен қарастырамыз еркін түсу үдеуін. Если бізде жер болса, жердің бетіне бір денеміз тұр, оған қандай күшпен әсер етеді. Яғни формуламыз былай болады, g тең гравитациялық тұрақты m бөлінген r квадрат болып. Себебі радиусымыз мынау болады. Центрден денеге дейінгі арақашықтық. Ал если біздің денеміз белгілі бір биіктікте тұрса, онда не істейді? Екеуінің арасында центрден екеуінің арасында дейінгі арақашықтық артып кетеді. Яғни h-мыз қосылып кетеді. Сонда формуламыз былай өзгереді. G тең гравитациялық тұрақты, мынау масса жердің, радиус плюс h дейміз де екеуін квадраттаймыз. Неге олай дедім? Себебі центрден дененің арақашықтығы бізде артып кетті. Сондықтан h қосылды. Мына белгілі бір биіктікте тұрса, сол биіктікті қосасыңдар жердің радиусына и квадраттайсыңдар. Түсінікті ғой. Ал енді мынадай үшінші жағдай бар. Если денеміз жердің центріне жақындайды, яғни жерді қасады. Бір бека дейтін бала жерді қассın давайте. И мантияға дейін түссін. Сонда екеуінің центрден дененің арақашықтығы артып кетеді, ойбай. Қысқарып қалады, жақындайды, то есть. Сонда формуламыз былай болады. G тең гравитациялық тұрақты, так, масса болсын, и радиус минус h болады. Неге азайттым? Себебі ол дене бізде жердің центріне жақындады, сондықтан h-ты азайтамыз. И екеуін жақша қылып квадраттаймыз. Түсінікті ғой. Осындай үш жағдайда қарастырады. Бұл кәдімгі логичный нәрсе ғой. Все, кеттік онда. Келесі бізде салмақ. Салмақ дегеніміз жерге тартылу нәтижесінде горизонталь тірекке, яғни жер ненің үстіне тұр, соған түсіретін, немесе еденге, немесе ілгішке әсер ететін күш. Міне тұр ғой. Мысалға, бір тірек тұр, оның үстінде бір денеміз тұр. Осы дененің тірекке түсіретін күші бізде салмақ деп аталады екен. Көбі салмақты массымен шатыстырады. Яғни физикада масса деген бөлек ұғым, салмақ деген бөлек ұғым. Яғни масса деп отқанымыз кәдімгі m, оның өлшем бірлігі бізде килограмм. Ал салмақ деп отқанымыз бізде p-мен белгіленеді, и оның өлшем бірлігі ньютон. Екеуі екі түрлі бөлек нәрсе. Мысалға, сен салмағың қанша десе, 60 килограмм дейсің. Ал салмақ, ойбай, массаң қанша десе 60 килограмм дейсің, ал салмағың қанша десе 600 ньютон дейсің. Неге? Себебі g көбейтіліп тұр, яғни еркін түсу үдеуі бізде 10-ға тең болғандықтан, массамызға 10 көбейтіледі де 600 ньютон болып өзгеріп кетеді. Түсінікті ғой? Екеуі екі түрлі ұғым. Физикада осылай қарастырады екенбіз. И қарасаңдар, оның анықтау формуласы бізде mg, және ауырлық күшінің формуласы да mg. Көбі осының айырмашылығы неде деп сұрайды. Негізі салмақ бізде өзгеріп отырады. Яғни салмақ деп отқанымыз мына ненің үстіне тұр, соған әсер етеді. Яғни бір ілгішке іліп тұрса, ол дене тек сол денеге әсер етеді. Ал mg ауырлық күші ол кәдімгі жерге әсер етеді, жерге қатысты ауырлық күші болады. Мысалға, бір денеміз ауада ұшып тұрсын. Там ұшақ болсын давайте. Осының жерге қатысты салмағы қаншаға тең деп сұраса, біз 0-ге тең дейміз. Неге? Себебі ол жердің үстінде тұрған жоқ, ол ауада қалықтап тұр.
оның салмағы бізде 0-ге тең болады. Жер болсын давайте. 0-ге тең болады. Себебі ол ауада тұр. Ал оның ауырлық күші кәдімгі осы жерде mg, яғни массасы мен еркін түсу үдеуін көбейткенге тең болады. Яғни мына жерде салмағымыз 0-ге тең болса, mg-міз осы жерде тұрақты болып тұра береді екен. Түсінікті ғой? Яғни салмағымыз өзгеріп отырады. Енді салмағымыз бізде мынадай екі жағдайда өзгереді екен, дененің салмағы. Если бір денеміз үдемелі жоғары көтерілсе, оның салмағы артады, ал үдемелі төмен түссе, оның салмағы кемейді. Мысалға, алақаным мына ручканы салайын, оны үдемелі жоғары көтерейін, қатты көтерсем не істейді? Мына ручкам алақаныма басылады, сәйкесінше. Қатты басылады, қатты көтерсем не істейді? Үдемелі жоғары. Сонда мына ручканың салмағы артып кетеді, менің алақаныма түсіреді күші. Сонда формуламыз былай өзгереді. P тең, P деп тұрған салмақ, M, жаңа ручканың салмағы, G плюс A, яғни үдемелі көтергендіктен оның үдеуі қосылады, еркін түсу үдеуіне. Сондықтан осылай салмағымыз артып кетеді. Ал если мен алақанымдағы ручканы төмен түсірсем, үдемелі төмен түсірсем, не істейді? Ноқыттай қалықтап қалады, ауада. Бірінші, алақаным түседі, артынан былай түседі, демек салмақсыздық күйі орын алады ғой мына жерде. Мен қатты алып қалсам үдемелі төмен түсірсем, бұл жерде салмағымыз азайып кетеді. Яғни мына лифтте дәл сондай жағдай ғой. Лифт төмен түсіп қалса, біздің салмағымыз құттай жеңілдеп қалады екен. Яғни формуламыз былай өзгереді. P тең m g минус a, яғни үдеуді азайтамыз. Және мынадай жағдайда болады, яғни көлігіміз ойыс көпірден өтсе, салмағымыз артады, және дөңес көпірден өтсе, салмағымыз кемейді. Яғни көлікпен келе жатып ойыс көпірге түскенде біз көліктің отырғышына біз басылып қаламыз, сонда біздің салмағымыз артып кетеді екен. Сонда мына формуланы пайдаланамыз ғой. Егер ойыс көпір десе, есепте, ойыс көпір деп келсе, я болмаса бір денеміз үдемелі жоғары көтерілді десе, осы салмақ артуды мына формуласын пайдаланады екенбіз. Ал есепте үдемелі төмен түсірсе десе денені, я болмаса дөңес көпірде келе жатыр десе, мына формула болады екен. Түсінікті ғой, салмағымыз біздің азайып кетеді. Осы екі формуланы жаттап жүреміз. Ендеше кеттік келесі. А тең болады 2G үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 5 кг дененің салмағы дейді. Яғни, мына формуланы іске түсіреміз. Салмақтың бұл жерде артуы, себебі үдеумен тік жоғары дейді. Сонда формуламыз m g плюс қоямын. Неге? Себебі үдеумен тік жоғары деп тұр. Сондықтан плюс қойып жатырмын, g плюс a. Енді кеттік мына жерден есептейміз. P тең m-іміз 5 кг, g-іміз 10-ға тең, жерде еркін түсу үдеуі жуықтап 10 деп аламыз. Және үдеуіміз бізде 2g, яғни жердегі еркін түсу үдеуінің 2 есесі. Демек ол 20-ға тең, себебі g-дің орнына 10-ды қойсақ, 10 мен 2 көбейтіледі, 20-ны береді. Сондықтан 20 дейміз. Енді мына жерден p-ны тапсақ, 5-ті көбейтеміз 30-ға. Енді бұл жерден 150 ньютон шықпай ма? Ондай жауап міне С вариантында тұр екен. Ендеше кеттік келесі есеп. Жылдамдығы 30 метр бөлінген секунд қозғалыстағы автомобильдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы. Дөңес дейтін былай, салмақсыздықта деп тұр. Салмақсыздық деген қандай жағдайда орын алады? Яғни салмағымыз P тең 0-ге тең болған жағдайда. Біз қандай жағдайда 0-ге тең болады? Қараңдар. P тең m g минус деймін. Неге? Себебі дөңес көпірдің мынадай, минус қоямда a деймін. Осымыз бізде 0-ге тең болу керек, яғни салмақсыздық. Салмақсыздық қандай жағдайда 0-ге тең болады? Салмақсыздық күйін орын алады. Қандай жағдайда? Если біздің мына үдеуіміз g-ға тең болған жағдайда, яғни екеуі де 10 болса, азайтылып 0-ді береді, и массаға көбейтсек 0 болады. Сонда біздің үдеуіміз мына g-ға тең болған жағдайда ғой, екеуі азайтылып 0-ді береді. Сонда кез келген массаға көбейтсең де бәрібір 0 шығады. Осыны есте сақтаймыз. Салмақсыздық күйі осындай жағдайда орын алады. Яғни үдеуіміз еркін түсу үдеуіне тең болған жағдайда салмақсыздық күйі орын алады. Осыны есте сақтаймыз. Себебі мына жерде дәлелдеп көрсетіп тұрмын, екеуі азайтылып 0-ді бергендіктен кез келген санды 0-ге көбейтсек бәрібір 0 шығады. Енді мына жерден үдеуді ашып жазайық. Центрге тартқыш үдеудің қандай формуласы бар? V квадрат бөлінген R деген формуласы бар, Енді осыны g-ға теңестіреміз, яғни 10-ға тең еркін түсу үдеуі жердегі. Енді орнына қойық, V деп отқанбыз 30 метр бөлінген секунд. Енді 30 метр бөлінген секундтың квадраты бізде 900-ді береді. 900 бөлінген R
тең 10 дейміз. Енді мына жерден бізден нені сұрап жатыр? Көпірдің радиусын сұрап жатыр. Радиусты тапсақ, мына жерден радиус тең бізде 90 метрға ғой. Ондай жауап міне. С вариантында тұр. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Кеттік, келесі есеп. Төмен 2 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалған лифт еденіне массасы 20 килограмм адамның түсіретін күші дейді. Мына жерде P тең F деп теңестіре береміз, яғни тіректің реакция күші деп айтады мына жағдайда. Неге? Себебі үдеумен қозғалып жатыр. Төмен үдеумен қозғалып жатқандықтан бізде мына формуламыз жазылады. mg минус А болады. Неге? Себебі төмен деп жатыр, төмен үдеумен қозғалып жатыр. G минус А дейміз. Түсінікті ғой. Енді осы жерден табамыз. Кеттік. F тең массамыз берілген 20 килограмм дейді. Үдеуіміз бізде, еркін түсу үдеуіміз 10-ға тең, ал үдеуіміз 2-ге тең. F тең 20-ны көбейтеміз 8-ге. Бұл жерден бізде 160 ньютон шығады. Ондай жауап А вариантында тұр. Ендеше кеттік, келесі есеп. Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 километр дейді. Еркін түсу үдеуі 3,72 метр бөлінген секунд квадрат болса, массасын тап деп жатыр. Мына жерден біз еркін түсу үдеуінің формуласын еске түсіреміз. G тең Gm бөлінген R квадрат деген формуласы бар, Енді осы жерден бізде массын табу керек. Мына жерден массын тапсақ, M тең Gr квадрат бөлінген гравитациялық тұрақты, Енді кеттік, массын табамыз. Тең G деп тұтқамыз метр, айдағы еркін түсу үдеуін қоямыз, ойбай Меркурийге келген. 3,72 көбейтілген, радиусымыз метр. Километр деп тұр, оны міндетті түрде метрға айналдырамыз. Демек 2420 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі дейміз, осыны квадраттаймыз ғой. Квадратын ұмытып кетпейміз. Оны бөлеміз гравитациялық тұрақтыға, ол қаншаға тең? 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесіне тең. Енді мына жерден есептесеңдер, сендерде мына В варианты шығу керек. Мынаның барлығын есептеп, уақыт құртып жатпайын, есептеуді білесіңдер деген ойдамын. 27 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі килограмм деген жауап шығу керек. Ендеше кеттік, келесі есеп. Қисықтық радиусы 50 метр дөңес көпірдің үстімен 72 км бөлінген сағат жылдамдықпен өткен, массасы 2 тонна автомобильдің салмағының өзгерісі. 72-ні бірден метр бөлінген секундқа айналдырайық, ол 20 метр бөлінген секунд береді. Салмағының өзгерісін тап деп жатыр. Так, былай жазамыз. P тең mg деп плюс қоям ба, минус қоям ба? Дөңес деп жатыр. Демек дөңес десе біз минус қоямыз, минус А дейміз. Кеттік, осыған қоя саламыз. P тең, мына жерде салмағының өзгерісі деп жатыр. Демек қазір бізде бір мән шығады, соны алғашқы мәннен азайтамыз. Сонда былай ғой, дельта P-ны сұрап жатыр, P минус P нолявой ғой. Бастапқы күйінен азайтамыз, ойбай, бастапқы күйінен соңғы күйін азайтамыз, наоборот. Нолявой минус P. Осы жердегі салмағының өзгерісі. Қаншаға өзгерген тап деп жатыр, Осымен жазыстырмаңдай, салмағының өзгерісі. Бастапқыда қандай болды, соңында қандай болды. Сол аралықты табуымыз керекпіз. Біз енді соңғы өзгерісін тауып жатырмыз. Кеттік мына жерден. Массамыз бізде 2 тонна, яғни 2000 килограмм болады. Так, G деп отқанымыз бізде 10-ға тең. Жердегі еркін түсу үдеуі азайтамыз. Үдеуіміз бізде былай ашамыз, V квадрат бөлінген R дейін, центрге тартқыш үдеуін. Енді осы жерден есептейік, P тең 2000, 10 минус дейміз. V-мыз бізде 20-ның квадраты 400. 400-ді бөлеміз, қисықтық радиус 50 дейді. Енді мына жерден 50 мен 400 қысқарады, 8-де береді. 10-нан 8 айтсақ 2. Енді 2-ні 2000-ға көйтсек 4000 ньютон шығады ғой. Бұл тапқанымыз соңғы өзгерісі, салмақтың соңғы өзгерісі. Бұны қазір есептің жауабы деп белгілеп қоймаймыз. Себебі бұл бізге салмағының өзгерісін сұрап жатыр. Сонда біз бастапқы күйдегі салмақты табуымыз керекпіз. Содан азайтамыз қазір мұны. Кеттік, бастапқы күйдегі салмағы қалай болады? Ол mg болады. Себебі оның бастапқы өзгермей тұрған негізгі салмағы осындай формуланы анықтады, mg-мен. Кеттік, массамыз бізде 2 тонна, ол 2000 килограмм, көбейтеміз 10-ға, яғни жердегі еркін түсу үдеуі. Мына жерде бізде 20 мың шығады ғой. Қазір осы 4000-нан 20 мың ньютонды азайтамыз. Сонда бізде өзгерісі табылады екен. Так, ойбай, 20 мыңнан P нолявой өтқанымыз.
соңғы күйі азайтамыз 4000-ді. 16.000 ньютон ғой. Сонда бізде өзгерісі қандай өзгерген екен? 16.000-ға азайған екен. Если сендерде жауап тұру керек, мысалға А варианты 16.000 ньютонға азаяды деп тұрса, осы 16.000 ньютонға азаяды дегенді белгілейсіңдер. Себебі бастапқы күйде бізде 20.000 болған, 20.000 ньютон болған. Соңғы күйі қаншаға өзгерген? 4.000 ньютонға өзгерген. Сонда екеуінің аралығындағы разница не істеген? Азайған. Қаншаға? 16.000 ньютонға азайған деген жауапты белгілейсіңдер. Түсінікті ғой. Все, кеттік онда. Келесі есеп. Белгісіз планетаның массасы жердің массасынан 256 есе артық дейді. Ал радиусы жер радиусынан 8 есе артық. Сол планетадағы еркін түсу үдеуі. Тағы да еркін түсу үдеуінің формуласын жазамыз. G тең Gm бөлінген R квадрат. Енді мына жерде айтып тұр. Қызыл басын жазайын. Жердің массасынан 256 есе дейді. Мысалы жердің массасы болсын, оны көбейтеміз 256-ға. 256 есе деп тұр. Сондықтан көбейтіп жатырмын. Ал жер радиусынан 8 есе. Яғни 8-ге көбейтеміз, жақша қалып жүрейік. Себебі 8-ді R-ға көбейтіп барып квадраттаймыз. Енді мына жерден шығарсақ, былай болады ғой. Gm тұра берсін, көбейтеміз 256 деп. Мына жерде 8-дің квадраты бізде 64 болады. Жеке-жеке шығады. R-дің квадраты R квадрат болып қалады. Енді мына жерден қысқарады 64 пен 256. 4-ті береді, бір болады. Сонда бізде не шықты? Gm бөлінген R квадрат көбейтілген 4. 4 жеке алып шықтым. Яғни алымнан шығады ғой 4 дейін. Сонда нені байқаймыз? Жердегі еркін түсу үдеуінен 4 есе артады екен. Түсінікті ғой. Сендерде жауапта олай тұру керек, жердегі еркін түсу үдеуінен 4 есе артық деп. Еркін түсу үдеуі. Я болмаса, G-дің мәнін қоя аламыз. Бізде жуықтап 10 деп аламыз, жердегі еркін түсу үдеуін. Сонда 10 көбейтілген 40 бізде 40 метр бөлінген секунд квадратты береді екен. Немесе осындай вариант тұру мүмкін. Сол екеуінің біреуін белгілейсіңдер. Жалпы осы бүгінгі сабақ түсінікті болса, баршаңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.